бізде оң жағы әйел адамдардың бөлігі болып табылады. Алдарыңызда біздің сандығымыз, көрпе көпшігіміз бейнеленген және жас жұбайлардың және жаңа түскен келіннің шымылдығы көрсетілген, төсек аяқ және осы керегені қаптауға арналған бізде түс киізіміз де көрсетілген. Қазіргі таңда өкінішке орай қолданыстан шығып қалған кейбір экспонаттарымыз, ал тұрмыстық жабдықтарымыз экспонат ретінде көрсетілген. Экспонаттарды қолмен ұстауға болмайды өкінішке орай. Жақсы. Рахмет. Бірінші бізде қымызды ашытуға арналған қымыз саба бейнеленген, және қымыз саба жылқының терісінен, малдың терісінен жасалады. Әрі қарай осы қымыз сабаны сақтайтын жер бізде саба аяқ деп аталса, қымыз сабаның ішіндегі қымызды сұйықтықты араластыратын таяқты біз піспегі деп атаймыз. Әрі қарай бізде сандық пен кебеженің басқа да типтері, бірақ 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы осы шай сандық аңның терілерінен, аңның